Амансыздар ма қымбатты көрермендер, Астана Лайв подкаст каналында кезекті сұхбат. Бүгін бізде қонақта Зеленстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас агрономы Далханов Бауыржан Шәріпұлы. Қош келдіңіз. Бауыржан мырза, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, көңіл күйіңіз. Қыста қазір Зеленстройдың жұмысы азайды ма, жоқ па? Қыста Зеленстройдың жұмысы азайып жатқан жоқ. Біз қазір уже маусым таянып келе жатыр. Сол себепті қыста біз дайындық жұмыстарын жүргіземіз. Бүгінгі біздің сұхбаттың негізгі тақырыбы да осы, көктемге дайындық тақырып аясында әңгіме қозғасақ. Алдымен сіздің мекемеде қанша қызметкерлер бар? Бізде қазіргі таңда негізі 1000-1500 адам жұмыс істейді. Штатта, иә? Штат бойынша 1000-1500. Оның көбісі қазір сезондық жұмыс болғандықтан, оның маусым айларында толық 1000-1500 аламыз. Қазір оның кейбірлері сезон болғандықтан маусым кезінде қабылдаймыз тағы да. Көктемге дайындық маусымы қай айда басталады? Жаңа қыста демалысқа кеткен қызметкерлер қай кезде жұмысқа қайтып оралады? Ол бізде наурыздың 26-сынан бастап уже қабылданып басталады. Уже сәуірдің басында қыстың қар еруіне, ауа райының қолайлылығына байланысты жұмыс бастап кетеді. Жыл сайын енді қызметкерлердің де саны өсіп жатыр, қаламызда үлкейіп жатыр. Техникамен жабдықталу жағы да артта қалып жатқан жоқ қой, барлығы жетеді, барлығы бар ғой сіздерде. Техникамен жабдықталу бізде жеткілікті. Біздің мекемеде 304 бірлік арнайы техника бар. Оның ішінде 89-ы су құю машиналары болып саналады. Тағы да тракторларымыз бар. В общем, соңғы жылдары 36%-ке өсті, жаңарды. Жаңарды. Енді көктемге дайындық деген кезде Астана қаласының тұрғындары елестететіні бұл жаңа көшеттерді отырғызу, жаңа ағаштарды әктеу дейміз, көзіміз көретін білген. Көктемгі дайындық жұмыстары қандай процесстерден тұрады? Тек қана көшеттерді отырғызу емес қой? Әрине, бұл көктемде басталып кеткен үшін біз мысалға уже ақпан айының 15-нен бастап өзіміздің жылыжайларда мына қыстың кезінде мысалға олардың тұқымдарын сатып аламыз. Өзіміздің жылыжайларда уже ақпан айының 15-нен бастап жылыжайларымызды дайындаймыз. Оған кіретін жаңа ішінде жылыжайларды бірінші химиялық обработкадан өткіземіз, тазалаймыз оның, содан кейін барып ол тұқымдарды егеміз, жаңағысы алынған тұқымдарды. Гүлдерімізді егіп бастаймыз. Сосын бізде жаңағы 9 мамырда осы жерде отан қорғаушылар күні бар емес пе? 7 мамыр. 7 мамыр күні, 9 мамыр күні болады. Соған біз уже ол гүлдерді, 1 жылдық гүлдерді дайындап қоямыз. Оған уже гүлдеп дайын тұру керек. Үлгеруіміз керек. Бірінші жұмыс содан басталып кетіп жатады. Барлық айға, күнге белгіленген жоспар бойынша үздіксіз жыл 12 ай жұмыс жүре береді. Солай ғой? Толығымен дұрыс, жүре береді, тоқтамайды. Сосын ақпанда жылыжайда гүлдерді өсіресіз. Сосын мартта көшеге шығасыздар, наурызда? Наурызда бізде енді наурыздың 26-сынан бастап жаңағы адамдарымызды қабылдаймыз да, мынау соңғы жылдарда ауа райының ыңғайлылығына байланысты апрельдің, сәуірдің 4-10 аралығында жұмыс басталып кетеді. Ол десеңіз, мысалға бірінші шұңқырларды дайындау керек. Ағаштары отырғызатын. Қазып дайындап қоямыз. Сосын оны уже өзіміздің тұқым бағымыз бар, питомник. Осы жерден 30 километр жерде. Соны о жақтан да дайындық жұмыстары басталады. Жаңа көшеттер со жақтан келеді? Жаңа көшеттер отырғызатын үлкен ағаштары дайын, уже 4 метрлік, 5 метрлік, уже жерімен, комымен деп аталады. Соларды уже әкеліп жұмыс бастап еге бастаймыз. Қай көшеде, қандай жерде ағашты егу, орналастыру бойынша сіздерге, мысалы, жоспар дейміз, сызбаны кім береді, жоқ әлде сіздің мекеме өздері жоспарларыңыз бойынша, мысалы, биыл Тұранның бойында келесі жылы мына көшеден ары қарай созылады. Қалай жүреді бұл жұмыстар?
Бұл жұмыстар біздің мекеме барлық аудандармен жұмыс істейді. Алматы, Сарыарқа, Нұра, Есіл, Байқоңыр, Сарайшық, қазір міне қосылып жатыр. Барлық аудандармен жұмыс істейміз. Жаңағы айтып өткендей, қыс кезінде бізде жаңағы проектный ландшафтный дизайнерларымыз бар. Қыс мезгілінде олар жаңағы аудандық акиматтармен бірлесіп альбомдарды құрып, сол жаңа дизайндарды жасап, бекітіп, сол жұмыстарды уже дайындап реттеп қояды. Сол альбомдардың негізі ретінде сол жұмыстарды солай бастаймыз. Бұл жерде маңызды жаңағы халықтың нығыз орналасқан жерлері бар. Сосын жаңа құрылыстан кейінгі көшелер түсіп жатады. Сарайшық сияқты үлкен. Сондай маңызды көп ағаштар отыратын жерлерге мақсат қоямыз. Мысалы, мына ауданға басымдық беріледі деген ондай нәрсе жоқ қой? Ондай жоқ. Ондай жаңағы альбомдармен келістіріп аламыз да. Екі жақта қандай ағашты отырғызамыз, қай жерге отырғызамыз, аудандық акиматтармен. Сосын жаңа көшелер түсіп жатыр ғой. Біздің мынау көз алдымызға Бәйтеректің маңы, орталық көшелерде ғана әдемі болып тұратын сияқты болып көрінеді. Әсіресе гүлдерді егу бойынша қалай аудандарға бөлінеді? Ол да жаңа ландшафты дизайн келісіп әкімдікпен солай жүзеге асырылады, иә? Театрлардың маңы. Бүкіл аудандармен жаңағы альбомдар келісіп алады. Әр ауданның жаңағы лауазымды тұлғаларымен екі жақтай біріліп, қыс бойы соның жұмысты жүргіземіз да. Көктемде соған сәйкес уже жаңа гүлзарларға уже отырғызып, келісім шарт бойынша жұмысты жүргізе береміз. Былтыр мысалы Астана қаласында көктерек дейміз ғой, тополь, иә? Соның мамықтары көп болғаннан кейін енді ондай ағаштар отырғызылмайтын болды деген ақпараттар шықты. Бұл рас па? Ол ақпарат, бұл мен көктерекке оны мен естіген жоқпын. Негізгі ол көк мамық беретін рас қой. Бірақ та біз маңыз береміз. Ол жаңағы еркек ұрғашы болып та ол бөлінеді негізі. Сосын олар жаңағы санитарлық кесілген жағдайға байланысты олар 7-8 жылдан кейін бәрібір жаңағы мамық шашатын болып есептеледі. Бірақ та бұл көктеректің маңыздылығы, бұның жапырақтары үлкен. Жапырақтары мынау біздің қаладағы көмірқышқыл газдар бар, машиналардан шығып жатқан газдардың губка сияқты прямо тазартады ауаны. Сорып алады деңізші? Сорып алады. Оның жапырағы үлкен. Алақандай ғой расымен де. Ол сорып алады. Сол себептен ол пайдалы болып есептеледі. Қаланың өкпесі болып есептеледі. Біз мысалы сол жағынан қараймыз. Әдемі, тік, биігінен өседі. Мынау біздің ауа райының қолайлылығына, қатты суықтың қолайлылығына бейімделген, төзімді. Ол енді табиғаттың заңы ғой, ол өзінің тұқым шашатын уақыты болады. Ол бізге төзімділігі жағынан жақсы бейімделген ағаш болып есептеледі. Аллергиясы бар тұрғындардан көп осындай арыз шағым түскеннен кейін енді бұндай ағаштар отырғызылмауы мүмкін дегенді оқып қалғасын сұрап жатырмын ғой. Бұндай ағаштарды отырғызылмауы мүмкін. Енді ол басқа ағаштар кіргізіліп жатыр ғой қазір. Ассортименттарды кіргізіп жатырық. Енді бір орында тоқтап қоймаймыз ғой. Қандай биыл жаңадан ағаштар егіледі Астанада? Қазір қарап отырсаңыз, біз мына жүке, жипаға көп маңыз беріп жатырмыз. Бұлай жайқалып өседі, не? Ол өте биік болмайды, ол гүлдейді кішкене, жүке биік, қызылшаң болып келеді. Сол мынау Мәңгілік елдің бойында көп егілді қазір. Сол жүкеге басымдылық беріп жатырмыз. Сосын көп басымдылық мынау көп жылдық гүлдерге. Бір рет егіледі, солар қалады. Әдемі гүлдейтін бұталы көп жылдық гүлдерге маңыз беріп жатыр қазір. Енді Астана қаласының жас қала дейміз, десек те осыдан Астана болып қалыптасқан кезде егілген ағаштар қазір енді биіктеп, үлкейіп,
тамырын тереңге жайды. Иә. Ескі ағаштардың күтіміне сіздер жауап бересіздер? Иә, біз жауап береміз. Ескі ағаштардың күтімі, мысалға, ол кейбір бұталары аварийный состояние болуы мүмкін. Тоққа кедергі жасауы мүмкін. Тоққа кедергі жасайды. Санитарлық әдемілік жағынан да қарастырып отырмыз. Сол үшін ол ескі ағаштарды күтімді содан жасап отырмыз. Ол кейбір көшеде келе жатқанда мынау дорожный знактар болады ғой. Оларды да жауып жатады. Олардыдан кесіп, ашып, көрінікті болу үшін оған да мән береміз. Жол полициясынан сіздерге хабарлама түседі, иә? Түседі. Барлық мекеме бір-бірлеріңізбен акимат арқылы тығыз байланысты байланысты жұмыс істеп жатамыз. Жасыл шырша, арша, бұл ағаштар туралы не айтасыз? Мысалы, кейбір тұрғын үй кешендерінің, кейбір құрылыс компаниялары тек қана сол арша, шырша өсімдіктерін, талдарын отырғызып жатады, иә, аулаларына, үйдің жанына. Олардың төзімділігі біздің жерге сіңісуі қалай болып жатыр? Бізде жасыл шыршалар, қарағай, сосна дейміз. Олар төзімділігі жақсы, бейімделген. Бірақ та маңыздылығы көше бойына болғандықтан біз мынау оларды көмірқышқыл газына бейімділігі нашарлау. Олар жол бойына келіңкіремейді. Ол жаңағы сіз айтып отырған ауланың ішіне, тұрғын үйлерге олар өздері бейімделген микроклимат жасап алады. Өздері жаңағы бір 5-6-10 шақты бір бұлай бейімделіп егілсе, микроклимат дейді оны. Микроклимат жасап алады да, өздері бейімделіп жақсы өседі. Көшенің бойына жаңағы машиналардан газ бөлінгендіктен олар кейде сарғайып дұрыс өсе алмай жатады. Сарғайып дұрыс өсе алмай жатады. Олардың күтіміне де өте көңіл бөлек бөлінеді. Бірінші 3 жылда оларды солнечный ожог, күнге күйу ауруларына ұшырайды. Кішкентай бала сияқты екен ғой, өсіп кеткенге шейін күтім керек, иә? Иә. Ол мысалға бізде білмейді, сразу мына 1,5 метр болып әкеліп, даже сол 1,5 метр шыршаның өзі 15 жыл өскен. 15 жыл осы жерге келгенше 15 жыл. Біздер үшін кішкентай шырша сияқты болып көрінеді. Соған дейін жеткенше ол 15 жыл өмір сүріп келген өзі шырша болып есептеледі. Сол себепті ол ана жақтан әкелінгеннен кейін олардың тамыры кесілді ғой. Үлкен тамырлары кесіліп келді. Қалды дейсіз ғой. Сол жақта қалды. Сосын мына жерге келіп, мынау кішкентай тамырдың шашақтары болады. Шашақтары мынау жерге сіңіп, жақсы бейімделіп кеткенше 3 жылға дейін олар стресс алады. Ауырады. Тура адам секілді, ауырады, стресс алады. Сол себепті оларға тыңайтқыш беру керек, суды жақсылап беру керек. Сосын күздігіні влагозаряд деп аталады. Олар күздігіні суды жақсы құйып жібермесе, көктемде жаңағы сарғайып, сусызданып шығады. Ол неге? Ол жаңағы сокодвижение пока басталған жоқ. Мына жақтан күннің қызуы, жердің асты қатты дейсіз. Жердің астынан тамыр су жүрмей жатыр ғой. Мына жақтан күннің қызуы кішкене испарение қылдырады да, содан сарғаяды ол. Сондай жұмыстар болмас үшін біз кейінгі жылдары жаңа мына пуршат деген химиялық өңдеу жасаймыз. Ол жаңа пуршат пленка сияқты мынау шыршаның үстіне сүйіледі. Сонда мынау түскен күннің әсері оған қыздырмайды, испарение болмайды. Сонда жаздыгүні ол сарғайып кетпейді. SPF крем сияқты екен ғой, адамның бетіне жағып қояды. Дұрыс айтасыз, тура сондай. Ағаштардың SPF-і өйткені ол жаңағы тамыры кесіліп 3 жылға дейін, пока тамыры алып кеткенге шейін әлсіреп тұр ғой. Бір шырша, бір аршаның өзіне қанша күтім керек, иә? Керек. Ал аққайыңдар, біз өзіміз білетін қарағаш, күй талғамайтын секілді болып көрінеді. Оларға да қарау керек, иә? Аққайың болсын, қандай ағаш болсын, жаңағы тамыры кесіліп келгеннен кейін, бірінші 3 жылда оларға арнайы бөлек тыңайтқыш беру керек, суару керек, күтім керек. Жаңағы оларды күтпесе, олар ары қарай бізге қызықтандыра алмайды. Сіздерге, мекемелеріңізге осы Астана қаласының тұрғындары жиі хабарласа ма? Біздің үйдің жанында ағаш жоқ, көшемізде ағаш жоқ,
қашан егесіздер деген сұрақтар бойынша. Иә, Өтініштер қайда жіберуге болады? Оларды қарастырасыздар ма сіздер? Иә, өтініштер болып жатады. Біз енді біздің жұмыстың бағыты основной мынау қалаға болғандықтан біз енді шамамыз келгенше былай бірге жұмыс істеуге тырысамыз, но ол КСК бар ол жерде, внутри кварталка деген бар, ондай жұмыстар, әркімнің өзінің жұмысы бар. Біз шамамыз келгенше істеп жатамыз олармен. Негізі құрылыс компаниялары мысалы жаңа тұрғын үйді салды дейік, бір Астананың жаңа аудандарында оларға міндеттеле ме үйдің айналасына ағаш отырғызу деген? Жоқ, әлде олар өздерінің қалауы бойынша немесе өздерінің құрылыс компаниясының белгілі бір ландшафт дизайны бойынша бір ағаштарды егеді кейбір компаниялар, иә? Иә. Негізі бәріне жүктеледі ме ағаш отырғызу? Енді бұл біздің мекемеге қатысты сұрақ емес, негізі. Менің білуімше, бірақ та ол құрылысты адам жобалап бастаған кезде, оның жан-жағындағы көгалдандыруда ол проектісіне кіреді деп жобасының ішіне болу керек. Демек, жаңа үй салынып бітті, айналасында ағаш болмаса, өтінішке хабарласуларына болады, иә, тұрғындарға? Бізде ағаш отырғызылмады, үй берілді деген сияқты. Жоқ, ол жаңағы жобада болу керек қой, құрылыс болған кезде. Тапсырған кезде қабылдағанға, эксплуатацияға тапсырған кезде ол солай қаралу керек деп мен өзім ойлаймын. Бірақ та біздің жұмысқа қатысы жоқ бұның. Бауыржан мырза, қаламызда енді ағаштардан басқа кейде әдемі бейнелерін аюдың, кейде бір дөңгелек, кейде квадрат, куб тәріздес сіздер бұталарды қиып сәндеп қоясыздар. Бұл да сіздердің мекемелеріңізге қарасты дүние, иә? Иә, бұндай бізде жаңағы өмір бойы істеп келе жатқан азаматтар бар, сол жерде специалисттер бар, кустарейщиктер бар кейбір. Оны істеу оңай емес, оның формасын ұстап отыру керек. Өскен кезде адамның шашы сияқты қырқып, уақытымен өңдеп, суарып отыру керек. Оны сосын жаңағы кейбір мына хоккей экстрат, кейбір фигуралар әдемі деп айтып жатсыз. Бұны біз почвопокровное растение дейді. Бұны да жылыжайда қыстыгүні өсіріп дайындап қоямыз. Сосын бүйтіп қоясыздар. Сосын жаңағы фигураларға әкпіліміз да қаланың ішінде оларды жаңағы сол жерге орналастырамыз. Сосын ол гүл болып шыға келеді, фигура болып шыға келеді, но живой. Сондай сәндік береді. Яғни басында осылай өсіп шығатын сіздер білесіздер, иә? Фигура болады. Ол да жұмыс қой енді, иә? Бәрі жұмыс. Көзге көрінбейтін сияқты, бірақ та осының бәрі жұмыс. Өткенде кәсіби техникалық колледж директорларымен сұхбат кезінде олар айтып қалды, қазір ландшафтты дизайнерлерге өте көп сұраныс жастар арасында. Сіздің мекемеде олармен меморандумға отырған шығар, иә? Жаңа гүл отырғызатын мамандарға сұраныс өте көп деді Астана қаласы бойынша, жалпы республика бойынша. Иә, бұл бір дамып келе жатқан кейінгі ландшафтный дизайнер деген жақсы дамып жатыр ғой, бірақ та біздің мекеме 75 жыл былтыр болды. Тарихы терең. Сол себепті бұл бізге жаңадан келген тән емес. Бұл бізде ондай отдел баяғыдан бар. Ландшафтный дизайнерлар ол бұрыннан жаңағы альбомдарымыз салып, қаланы қай жерге не егу керек ұсыныстарды беретін біздің ландшафтный дизайнерлар болып саналады. Бұрын 10 жылғы еккен гүлдер қазір жоқ дейсіз. Қазір жаңадан өсіп шығады, иә? Жыл сайын ауысып отырады ма біздің гүлзардағы гүлдер? Жыл сайын әлбетте ауысып отырады. Мысалға, кейінгі жылдары бақыласаңыз, бұрын біз көп маңызды бір жылдық гүлдерге беретіміз. Қазір оның уже 50%-не жетіп қалдық. Біз көп жылдық гүлдерге арай бастап жатырық. Ол көп жылдық гүлдер, гүлзарлардың өзінің бір жылдық гүлдерлерді жартысын бір жылдық, жартысын көп жылдық айыр бастап сондай жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Сосын жаңағы гүлдің ассортименті деп айтасыз ғой. Біраз жылдары мынау петуния деген сорт болды. Ақ, фиолет, сары, тагет естеген болды. Қазір уже басқа ассортименттерге ауысып жатыр. Циния деген гүлді қабылдап жатырмыз. Розовый сондай бір кувшин сияқты гүлдері болды, иә? Дәу. Иә, ол тагет дейсіз.
тагетис, байтерек сияқты Иә, бір иә, иә. тігінен өседі да, басты домалақ Иә, гүл иә. болып шығып тұр. Оның аты тагетис. Ол басқа мемлекеттерден әкеле ма тұқымдарын барлығы? Тұқымдары басқа мемлекет. Бірақ біздің климатқа бейімделуі бәрін қарастырасыздар. Қарастырылған. Жазғы уақытта өседі ғой, 1 жылдық болғаннан кейін. Мамыр айынан бастап қыркүйекке дейін өседі. Қыстың күні алып тастаймыз. Біздің Астананың климаты бәрі айтады, Канадамен өте ұқсас деп. Канадада қандай өсімдіктер өседі екен? Зерттеген жоқсыздар ма? Канадада қандай өсімдіктер екенін зерттеген жоқпыз. Негізі қарау керек, иә? Олардың қысы біздікімен ұқсас. Бәлкім ағаштары, гүлдері о жақта да жайқалып тұрған шығар, көзбен көріп бармағаннан кейін. Жай айтып отырғаным ғой ұсыныс ретінде. Жақсы, қабылданды. Жазып алыңыз деп. Енді сіздердің мекемелеріңізге мамандар қажет пе, жаңа көктемде 26 наурыздан кейін біз шақырамыз маусымдық жұмыстарға дедіңіз. Қалай баруға болады, айлығы қалай төленеді деген дүниелер біздің Астана қаласының тұрғындарын қызықтыруы мүмкін, иә? Енді бұл бірінші жылдан бері келе жатқан жұмыс емес қой. Ол өзі тұрақты адамдарымыз бар, иә? Қалыптасқан, әркім өзі біледі. Сол өзі сол жерден бастап бізде кадрлар жұмыс істей бастады. Ол кезде бастап қабылдауды ашып, сол кезде адамдар кімге қалай ыңғайлы сол кезде айтылады. Жалпы мекемеге хабарласып, жолығып, электронды почтасына хабарласса, сіздер ашықсыздар ғой? Ашықпыз, барлығы ашықпыз, аха. Сіз бұл мекемеде жұмыс жасағаныңызға 15 жыл болыпты, иә? Иә, 15 жылдың ішінде Астананың абаттандыруы, көгалдандыруы көз алдыңызда қалай өзгеріп жатыр? Өзіңіз көшелерге шығып қарайсыз ба, бақылайсыз ба, суретке түсіресіз бе, альбомдарды жұмыста қарап салыстырасыз ба, осыдан 10 жыл бұрын мынандай болыпты ғой деген сияқты? Әрине. Ностальгия болады ма кейде? Кейбір ағаштар саябақтарда еккен кезде, біз еккен кезде бұл ағаш кішкентай еді ғой деп, ондай ол қазір мына үлкен биік ағаштар болды деп, ондай өзіміз көріп жүрміз. Сосын кейбір ағаштарды емдеу жағы болады, мысалға зиянкестерге шалдығып жатады, оны ауруларға шалдығып жатады. Ол емдеу жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Одан кейін де нәтижесін көріп жатамыз. Мынау кеше мынандай болып еді, бүгін жақсарып қапты деп. Жақсы көресіз, иә? Әлбетте. Бала сияқты қарап жүреміз. Ол онсыз мүмкін емес. Сіз өзіңіз жер үйде тұрасыз ба? Жоқ, мен жер үйде тұрмын. Аулаңызда тұрғындардың КСК-мен бірлесіп ағаш, гүлзарлар көп па? Иә, жеткілікті. Сізді білетін шығар енді барлығы. Қандай гүлдер жақсы өсетін, қандай гүлдер күй талғамайтын сұрап тұратын шығар, туыстарыңыз барлығы. Хабарласып, білгенімізді айтып, кішкене мынандай дәрі беріп жүрсеңіз, мынандай тыңайтқыш беріп жүрсеңіз деп, оны кеңесімізді беріп отырамыз. Қазір енді Астана қаласы бойынша қай ауданда абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарына көп көңіл бөлуі керек, ағаштар аз деген сияқты? Байқоңыр ауданы ма, қай аудан? Жоқ, олай бөлуге болмайды. Менің ойымша, мысалға, сіз қарап отырсаңыз, мынау Байқоңыр ауданы, Сарыарқа ауданы, мынау бұрын Алматы болды ғой, ол ескі аудандарда ағаштары өйткені бұрыннан өсіп келе жатыр ғой. Мынау жаңадан түсіп жатқан аудандарда, конечно, пока ол өсіп, ағаштар жайқалып кеткенше уақыт керек. Нұра ауданы жаңадан аудандарға сіздер былай қарасаңыздар, мына жерде как будто аз сияқты деп ойлайсыздар. Просто оған уақыт керек. Біз әкеліп уақыт еккеннен кейін жаңа айттым ғой, бірінші үш жылда олар стресс алады, тамырлары кесіп келді. Бізде, конечно, сразу келіп, сразу үлкен ағаштар көргісі келеді. Сразу көзді қамтитын, былай үлкен жап-жасыл болғысы келеді. Оған Алматымен салыстырады деңізші? Салыстырады, Алматымен салыстырады. Менде мысалға Алматы, Павлодар деп айтып жатсыз, ол жақта құрылыстың көлемі біздің Астанада емес пе? Біздің Астанада салынып, біз егіп үлгермей жатырық деңізші. Жоқ, егіп үлгеріп барлық жұмысты жатып жатырық, оған уақыт керек. Жайқалып өсіп кету үшін, үлкен биік болу үшін. Жаңа сізге айтып өттім, біздің шырша 1,5 метр болу үшін 15 жыл өтті. Одан кейін 1,5 метрден кейін ол
3 метрге дейін жылдамырақ өседі. Оның өзінде бірақ та уже қаншама жылдар уақыт керек. Одан кейін барып сәл бәсеңдейді. Сол уақытта адамдар уже шыдамай бізге дәуім бер, бізге тез өсу керек деп айтады. Оған уақыт керек. Енді Астанада сіз үшін ерекше осы нәрсесі ұнайды деп 3 нәрсені атаңызшы қала бойынша. Астанада ол бірінші очередь маған көгалдандыру, қалай жүріп жатқаны, біздің мынау ағаштарымыз, гүлзарларымыз бірінші очередь маған ұнайды. Екінші очередь маған әдемі, өзім көңілмен шын айтамын, құрылыстар, қандай әдемі ғимараттар түсіп жатыр. Ол да ұнайды. Үшінші, осы жерде тұрып жатқаныма өзіме ұнайды. Климат ұнайды ма? Климат ұнайды. Климат ұнайды. Климат қатал, біз соған байланысты бейімделген өсімдіктер егеміз, ол климат ұнайды. Енді біздің Астана қаласында тұратын тұрғындар бар, қонақтар бар. Жалпы қаламыздың жасыл, әдемі болу үшін енді біз бұл Зеленстройдың жұмысы ғой деп кейде ойлауымыз мүмкін, бірақ біздің тарапымыздан, әр жеке адамның тарапынан қандай көмек немесе қандай дүние жасай аламыз қаламыздың ортақ, әдемі, жасыл қалаға айналу үшін? Қарапайым мен не істей аламын? Мысалы, операторымыздың қолынан не келеді? Сіздер мынау көктемде субботниктерға қатысуға болады, сенбіліктерге қатысуға болады. Сосын жазды күні енді мен айтар едім, газондарды баспай жүрсе адамдар. Ең бірінші. Балаларына үйрету керек, ата-аналар. Балаларына үйретіп, жаңағы сол кішкене сосын көңіл бөліп, сол жасыл екпелерге істеп жатқан дүниеге просто мынау бізде ойлайды, мынау бір ағашты әкеп тастады, ол не деп, оның историясы бар ғой. Әр ағаштың егілуі, тұқымын әкелуі, просто жай әкеліп тасымалдау бар, ана жақта егілу бар, оның тыңайтқыштарын енгізу бар. Мен жерде қаншама адамдар жұмыс істеп жатыр, соны түсінсе. Сосын гүлзарларды баспау, гүлді жылмау, баспау, гүлді жылмау. Сол хотя бы сондай бейімді, сосын жаңағы сенбіліктерге қатысып кішкене жұмыс істегісі келсе, так жаңағыдай көңіл бөлсе, сол жеткілікті деп ойлаймын. Мен анау аулада немесе көшеде балалар ойнап жүріп, талдың ағашын жұлып жатады, қасына барып ұрсам, сендердің шаштарың жұлса жақсы ма деп. Сол сияқты кез келген ескерту немесе табиғатқа, қоршаған ортаға біздің жанашырлығымыз жалпы бірдей болса, қаламыз гүлденетіні сөзсіз. Солай ғой? Ол сөзсіз. Мынау қаланың сыртындағы біздің орман алқаптары бізді желден, қыстан қалай қорғап тұрған бірауыз айта кетсеңіз. Жалпы жасыл желектің қалаға тек қана көрік бермей, адамның денсаулығына, ауа райына қалай әсер ететінін бірауыз сөзбен толықтырып кетсеңіз. Бірауыз сөзбен айтар болсам, мынау жасыл желектер, біздің өсіп жатқан өсімдіктер қалада қаланың өкпесі болып саналады дер. Бұл адам демалады ғой. Бұл қалада ауа райын тазартады. Өсімдіктер, ағаштар бір жағынан мынау желден қорғап жатады. Жаңа айттыңыз ғой, зеленый пояс қаланың сыртында салынып жатыр. Ол өте үлкен жақсы проект деп ойлаймын. Қарды да былай қарасаңыз ұстап тұрады. Желді де ұстап тұрады. Қаланың ішінде боран жоқ сияқты, бірақ трассаға шықсаңыз борап тұрады. Сол үшін өте жақсы істеліп жатқан жұмыстар деп ойлаймын. Сұхбаттың соңында жер үйде тұратын жеке тұрғын үй тұрғындарына қандай ағаштарды егіп, жаңағы баптауы, оның өсуі қиындық тудырмайды? Қандай ағаштар ексе болады ауласына? Көбісі шыршаны әкеліп, сіз айтпақшы, сарғайып кетіп, сосын ой-бой деп жатады. Өспей қалды, өліп қалды деп жатады. Күй талғамайтын қандай ағаштар бар? Олай айтуға болмайды. Бәріне қарау керек. Көңіл беру керек. Біздікілер жаңағы ол не деп келіп ағашты еге салғаннан кейін оған суару жағдайын ұмытып кетіп жатады.
ол суармаса, ол тыңайтқыштар бермесе бірінші жылдары ол қалай ол ары қарай дамып кетеді, тамырлары оған көңіл барлық ағаштарға беру отырғызған, барлық өсімдік бірдей. Кейбіреулердің сіздің может айтып тұрғаныңыз суару уақыттары әрқалай болады. Соның шөлге төзімділігі бар, кейбір ағаштардың ыстыққа төзімділігі бар, суыққа төзімділігі бар. Сондай ағаштардан мысалға оны айтуға болады. Әркім егер де индивидуально хабарласып нететін болса, оны уақытыңыз болады ма? әркім адамдарға енді хабарласып жатқаннан кейін көп. Жеміс ағаштарынан қайсыларын кеңес берер едіңіз? Біздің климатқа сай жетіліп, пісіп үлгеретіндей. Осы жердегі егіліп жатқан Барлығы. жеміс ағаштардың барлығы, алма ағашы да өседі, шиесі де өседі, алмұрт та өседі. Бізде осы жерде бейімделген ондай көп. Қарақат бәрі. Қарақат, вишня барлығы. Ол әркімнің өзінің ауласына қалайды. Бірақ та мен енді өзімнің ұсынысым осы жердегі бейімделген ауа райына еккен жеміс ағаштарын жөн болады деп ойлаймын. Қаладағы ағаштарды, гүлзарларды суару мәселесіне келсек, суды үнемдеу қалай жүріледі? Суару мәселесі, суды үнемдеу, бізде суды мысалға көктемнен бастап қайтадан іске қосу жағдай жұмыстары жүргізе бастайды уже. Ол тамшылап суару деген саябақтарда, скверлерде, гүлзарларда тамшылап суару қазір кейінгі жылдары қолданылып жатыр кеңінен. Сол үнемдеп қолдану болып саналады ол. Көшеде мысалы біз көреміз ғой ағаштарды суарып жүрген үлкен көліктерді, техникаларды. Олар мөлшерін біледі ме? Мысалы бір ағашқа осындай құю керек. Ол кісілермен бірінші жұмысқа неткеннен кейін ол кісілермен сұхбат жүргізіледі. Бір 6 кубтық суару машинасы болса, ПМ машина дейді ғой, ол қанша квадратқа жету керек екен оны айтылады. Оның бәрі ол кісілермен жұмыс жүргізіледі олай. Бәрі есептеулі дейсіз? Есептеулі. Біздің ерекшелігіміз, біздің тұқымбақтың ерекшелігі бар. Мысалға біздің тұқымбақ осы жерден 30 километр Қарағанды трассасының бойында орналасқан ғой. Оның ерекшелігін мен айтар едім. Мысалға біз қалаға отырғызатын материал деп айтамыз ағаштарды. Шоңқырларын қазып дайындап қоямыз да. Сол бір күн бұрын, 2 күн бұрын ана жаққа ұсыныс береміз тұқымбаққа. Тұқымбақ оны кейс тракторлармен жылдам дайындайды да, оны жылдам ғана әкеліп біз еге қоямыз. Кеуіп кетпеу керек. Сол екі орта бір күн, бір-екі күнді ғана айналады. Біздің ерекшелігіміз сода, что мына жерде дайында бейімделген өсімдіктерді егеміз. Сосын жылдам келгеннен кейін ары қарай бейімделіп кетуі приживаемості жақсы болады. Соны ерекшелік деп бекер едім. Ал алыстан келіп жатқан, тұрып қалған жаңағыдай жермен алып келген ағаштарда уже ол күннен күнге оның ары қарай бейімделіп кетуі азая бастайды. Сіздер 24/7 жұмыс істейсіздер сонда, иә? Ертең наурызда тіптен қиындайды жұмыс, иә? Иә, біз маусым басталған кезде біздің кейбір түнде де суарып жатады. Түнімен жұмысты суару жұмыстар жүріп, химический обработкалар жүріп жатады. Өсімдіктер жаңағы мына жақта өзінің бейімделген ортасынан келіп отырғаннан кейін ол жаңағы стрессовый состояниеға түседі де, олар ауруларға ұшырайды. Оларға зиянкестер көп шабуыл жасайды. Оларды біз емдеу керек. Біз зиянкестерді біз емдеп уақытында оларды жоймасақ, ол кейін өсімдіктердің өлуіне әкеліп салады. Сондай түнде ондай жұмыста адамдар жоқ кезде түнде суару жұмысы қаупі болмау үшін, иә? Сосын жаңағы суару түнімен 24/7 отқаныңыз, соған жаңағы суару уақыттары. Өзіңіз жүресіз бе рейдте жиі? Енді боламыз, максимально жұмыс істейміз. Күндіз де түнде де болуға тырысып, үлгеріп жұмыс істеп жатамыз. Маусым уақыты аз ғой бізде. Сол уақытта енді
тоқтамай жұмыс істейміз ғой. Жұмысыңызды жақсы көресіз ғой, иә? Мен өзім жұмысымды жақсы көремін. Үйіңізде гүл көп па? Өсімдік бөлме гүлдерін айтамын да. Бөлме гүлдері баршылық. Жақсы. Астаналықтарға қандай тілек айтасыз? Өзіңіздің жұмысыңызға байланысты, абаттандыру, көгалдандыруға байланысты. Астана халқына енді бізбен бірге атсалысып, осы істеліп жатқан жұмыстарды бағалап жүрсе екен деймін. Өліп қалған ағаштарды көрсек сіздерге хабарласуға болады ғой? Хабарласыңыз. Бірақ өздеріңізді бақылап біліп отырасыздар ғой? Біз фитосанитарлық жағдайды, тексерістерді постоянно үнемі обследованиялар жүргізіп отырамыз. Жақсы, Бауыржан Шәріпұлы, келгеніңізге көп рахмет. Көктемгі дайындық жұмыстары қызу басталып жатыр. Қазірдің өзінде жаңа өзіңіз айттыңыз, жылыжайда жұмыстар жүргізіліп жатыр деп. Жыл 12 ай бұл тоқтамайтын процесс. Сондықтан біз көрермендерге, қала тұрғындарына бұл жұмыстар қалай жүргізілетінін, не болып жатқанын айтуымыз парыз, білу керек. Ол тек көктемде келіп, ағашты отырғызып, гүлді егуден тұрмайды. Бұл күнделікті, жыл 12 ай, 75 жыл тарихы бар деп отырмыз. Сондықтан бұл мекеменің үлкен жұмысы. Расымен де айналамызды таза ұстайық, көк шөпке де, ағашқа да мейіріммен қарайық. Сол кезде біздің қаламыз таза, көркем, және ауасы таза, сапалы болады. Рахмет келгеніңізге, достар. Бүгінше осы Астана Лайф подкаст каналында келесі сұхбаттарда кездескенше бізге тіркеліңіз, лайк басыңыз, пікіріңізді білдіріңіз. Бәлкім осы мекемедегі жаңағы мамандарға қойылатын сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Олар міндетті түрде оқиды, жауап береді және бірге жұмыс жасауға әркез дайын. Кездескенше аман болыңыздар.